Мына ватрушканы бір рет жасап көрсеңіз, қайта жасайсыз. Сәлем достар, бүгін сіздерге өте жұмсақ, хош иісті, дәмді ірімшікпен ватрушка рецебін көрсетемін. Алдымен ыдысқа жылы сүт, қант, ашытқы, өсімдік майын құйып араластырамыз. 1-2 ас қасық ұн салып, араластырамыз да бетін жауып, 5-7 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін жұмыртқа салып, аз-аздан ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырға 2 ас қасық өсімдік майын құйып илейміз. Бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз, көтерілгенше. Салмасына келетін болсақ, ірімшікке қант, ванильді қант, жұмыртқа қосып, блендермен немесе шанышқымен езгілейміз. Содан кейін бетіне посыпка, яғни штризель жасаймыз. Ол үшін ыдысқа ұн, қант, жұмсақ сары майды қосып, қолмен уқалап үгітінді жасаймыз. Дайын қамырды бірдей бөліктерге бөліп, домалақтап аламыз. Пергамент төселген табаға қойып, бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Содан кейін дайын қамырдың ортасын басамыз. Ортасына салма саламыз. Қалауыңызға қарай жидек қосуға болады, мен шие салдым. Жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүт қосып араластырамыз. Енді ватрушканың жан жағына жағып шығамыз. Посыпканы ватрушканың бетіне сеуіп шығамыз. Қызып тұрған 180 градус ыстық пеште 25-30 минут пісіреміз. Міне біздің ватрушка дайын, қарапайым өнімдерден тез әрі оңай дайындалады. Ас болсын. Сіздермен болған Ақгүл, келесі видеода кездескенше.